Көрермен, эфирде таңғы ас айдары бүгін тікелей эфирден шығып тұрмыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Махаббат ханым, қазір таныстырып өтейін, және Төлеген мырза екеуі батыл ұйымдастырады. Қайырлы таң, қазақ елі. Қош келдіңіз. Қайырлы таң баршаңызға. Қош келдіңіздер. Бүгін қандай тағам әзірлейміз, соны түсіндіріп өтейікші бірінші. Үйде бірдеңе бар деген тағам болайын деп тұрдым. Төлеген мырза, не дайындаймыз өзі? Бүгін хрустящий баклажан дайындаймыз. Солай сияқты, я крахмалды көрген кезде мен де солай түсіндім енді. Жалпы өзім білмедім бүгін не дайындайтынымызды, расымен де. Ал енді хрустящий баклажан бола ма? Иә. Қыздарский, ұлдарский оқып жасайтын сияқтымыз ғой. Жақсы. Баялдыдан басқа тағы қандай заттарға жет бізге? Ал айта кет. Қызанақты көріп тұрмын, е? Иә, черри қызанағы керек бізге, одан кейін руккола жапырағы, одан кейін кинза жапырағы, и кукуруз крахмалы керек, и оливковое масло, и цвет соус. Ар жағын. Ендеше сіздерге сәттілік, мен сіздерге кедергі болмайын, жандарыңызда осылай сұрақ қойып, қалай әзірлейтіндеріңізді бақылап тұрайын, е? Жақсы. Баялдыны. Алдымен баклажанымыздың қабығын ашып аламыз. Ұсақтап турап аламыз ғой, е? Иә. Осы тұста сізден сұрайыншы, баялдыны тұрып қалмау үшін, базардан сатып алған кезде, оның балғын екенін білу үшін қалай таңдау керек? Қалай? Енді баялды көбінде тез бұзылатын көкөністердің бірі ғой. Сол кезде базардан сатып алған кезде неге мән беру керек? Біреу айтып жатады, сабағы жасыл болу керек дейді, бірі дәніне қарау керек дейді. Сабағын жасылына қарау керек негізінде, және де ол қатты болу керек, жұмсап тұрмау керек. Және де наны басқан кезде қатты болып тұратын болса, ол жаңағы балғын деп ойлаймыз. Иә, балғын деп ойлаймыз. Ал егер басқан кезде бірден кіріп кететін болса, ол бұзылған. Соған мән беру керек. Иә, соған мән беру керек. Және де баялдыдан жасалған тағамды дер кезінде уақытында жеу керек. Егер де ертесіне қалдырсаңыздар, оны жемеуге кеңес беремін. Иә, аналарымыз кейде қысқа дайындап банкаға жауып жатады ғой. Сол кезде де байқау керек дейсіз ғой, иә? Иә, әрине. Ол баялдыменен тағам жасағанда өте мұқият болу керек. Өздеріңізде білетін боларсыздар. Оның улы заттары бөлінетіні көп. Сол себептен дер кезінде дәл қазіргі уақытта мынау тренд болып жүрген бізде хрустящий баклажан дейді, қытырлақ баялды деп. Қытырлақ баялдыда жасайтын бізде кукуруз крахмалын қолданамыз. Ол неге десеңіздер, картоп крахмалы баялдыны ауырлатады. Кукурузды крахмал бізде жүгері крахмалы жеңілдетеді. Майға қуырғанда мынау басылып қалмайды. Сол себептен жүгері крахмалын қолданған дұрыс. Жалпы қымбатты көрермен, сіздерге түсіндіре кетейік. Мұнда бізде батыл жүріп жатыр. Ер адам мен әйел адам тағам дайындағанда қандай айырмашылық бар, немесе қайсы дәмдірек жасайды және тез дайындайды. Қазір бірге білеміз. Елордадағы ең танымал тәжірибелі мен деген үздік аспаздарды студиямызға қонаққа шақырдық. Осы тұста Махаббат ханым өзіңізден сұрайыншы, ер адамдардың дайындаған тағамы дәмдірек болады дейді. Соған келісесіз бе? Келіспеймін бе? Келіспейсіз? Тек қана махаббатпен дайындалған тағамның барлығы да дәмді болады. Және де ер адамдар кішкене біз үнемшіл әйел адам болсақ, ер адамдар үнемдемейді ғой. Барын қосады. Біз ертеңгі күнімізді ойлап, және де шынымен де ер адамдар үйдегі барын қосады да, одан кейін сол себептен дәмді болады ол тағам. Төлеген мырза, сіз осы пікірмен келісесіз бе? Негізінде үйге қарағанда көбінесе жұмыс барысында ер адамдар істейді. Үйде енді әйел адамдар істейді барлық тағам түрлерін. Ал жұмыс барысында тек ерлер істейді.
кез келген ресторанға барсаңыз, мейрамханаға барсаңыз, көбінесе ер адамдар жүреді. Не себепті? Өйткені сол заказды уақытысында орындайтын, әдемілеп дәмін кетіп жіберетін ол ер адамдар. Сондықтан көбінесе мейрамханаларда әйел адамдарды емес, көбінесе ер адамдарды алады. Бізде жұмыс істейміз. Уайымдамашы, жоқ. Бізді де алады. Алады, просто. Не? Иә, онымен келісемін, Көбінесе енді әйел адамдар жан-жақты ойлайды, мысалы, үйдің бала шағасы деген сияқты. Ал ер адамдар көбінесе бар назарын жұмысқа аударады. И тағамда дұрыс шығады, дәмді шығады. Көбінесе айтады ғой, ер адамдардың жасаған тағамдары өте дәмді болады деп бекер айтпайды. Себебі өйткені бар назарымызды, махаббатымызды осы тамаққа арнаймыз. Тағамға бөлеміз дейсіз ғой. Төлеген сені ғашық болған кезде көргім келіп жүр негізінде. Ғашық болған кезде тағамды емес, сол қызға ғашық болып, соны ойлап жүретін сияқты, менің ойымша. Үйтіп айтатын себебім, Төлегеннің әлгі басы бос, осындай шеф-повар бізде басы бос, қыздардың құлағына алтын сырға, осындай тағам жасап білетін, дастарханның сәнін келтіретін Төлеген мырза бойдақ. Сыр жырын бәрін айтып қояды дейді. Төлеген мырза, осы сұрайыншы өзіңізден. Басы бос деп айтып қалды. Болашақ жарыңыздың ас дайындай білуі үшін маңызды ма? Көп сұрап жатады, негізінде. Мен оған аса бір мән бермеймін. Жұмыс барысында көп сұрайды, сіз үйде неге қадағалайсыз ба, қандай тағамдар жасайтынын бәрін көресіз ба дейді. Мен үйде басқа, жұмыста басқа. Үйде не жасаса оны жасасын. Главное жасап берсе болды. Ал мен жұмыста ғана жасаймын. Аса бір мән бермеймін. Мен осы кезде бір сәтті есіме түсіп тұр. Менің өзім ағам болып келеді ол кісі. Бала кезінен бастап тағамды өте дәмді жасайды, тағам жасағанды жақсы көреді. Біз ойлайтынбыз, үйленетін болса, осы ағамыз біздің бір талғамы жоғары, бір сондай келіншек алатын шығар деп. Тіптім олай болып шықпады. Шынымен де асханаға дым икемі жоқ, бірақ ағамыз сол бойынша енді сол асханада әліге дейін көмекші болып жүреді қасында. Өзі үйретіп алған Қонақ келетін болса, бірінші очередь біздің бірінші кезекте ағамыз жасап жүреді тағамды. Мынау біздің ағамыздың жасаған тағамы дәмін көріңіздер деп солай айтады. Сол сияқты тағам жақсы жасайтын болса, енді әрине тағамды күшті жасайтын қыз кездессін, алайда бәрібір де Төлеген өзің дайындап жүресің. Соны біле жүр. Менің білуімше. Жақсы. Қазір баялдыны ұсақтап тұрап алдық, иә? Енді крахмалға аунатамыз. Осы тұста мен кішкене мынау қыз-келіншектерге лайфхак айта кетсем, мысалға дәл осылай қуырып алсақ, бұл дер кезінде желінген кезде осылай қуырып алуға болады. Және де кішкене мынау қонақтарыңыз кешігіп келетін сәттер болады ғой. Сол кездерде дәл осы баялдыны дайындаған кезде мынау бізде осындай соустар бар. Арнайы соустар, осыны кішкене баялдыға араластырып, содан кейін барып крахмалға салатын болсаңыздар, ол көбірек қытырлақ болып, көбірек уақытта бойын ұстап тұрады. Енді әр аспаздың өзінің жасау ережесі бар. Егер ұзақ мерзімге, мысалы, қонақтар кешіп келген жағдайда, қытырлақ болып тұру үшін, ұзақ мерзімге қытырлақ болып тұру үшін алдымен салқын суға салып аламыз. Тұз саламыз. Жарты сағат көлемінде ұстап тұрып, одан кейін барып крахмалға аунатып қуыратын болса, ол жаңа қытырлақ болады. Түсінікті. Мен ендеше мұнда пешті қыздыра берейін, иә? Сіздер турап бітем дегенше, бұл да қызып дайын болып тұрсын. Ал Төлеген, біздің Астананың ауа райы қалай екен?
ауа райы өте екен. Шымқаладан келді. Кеше ғана ұшып келдіңіз, Иә, қателеспесем. Кеше ғана ұшып келді. Мен кеше ғана хабарласып, біріміздің жағдайымызды сұрап жатыр. Қош келдің Астанаға деп. Сол кезде айтып отырмын ғой енді. Жылы жақтан келген, төлеген жаурап қалмады ма екен деп ойладым. Бүгін қалай келдім енді студияға деймін. Жаурамай келдім ба? Барынша далаға шықпауға тырыстым. Көлік келгенше. Көлік келгенде сразу жаңағы мінгендей. Отыра кеттің ғой. Иә, отыра кеттім. Жылы көлікке. Кішкене жаурау керек еді негізі. Қазір екеуміз бір таң азанменен екеуміз Астананы қыдырсақ па? Қалай қарайсың? Суыққа. Иә. Бір жауратып алайық та. Негізі мен Астанадан біраз кеткеніме бір 3 жылдың көлемінде болды. Алдында мен ең басты осы аспаздық саласында жұмыс жасаған кезде осы Астана қаласынан бастаған болатынмын. Махаббат ханым, мында қарап жүрсеңіз, мен мынаны қоса алмай жатқан секілдімін. Біздің пештің тілін өзі кез келген аспаз түсіне бермейді негізінде. Тек арнайы қонақтар келген кезде осылай тіл табысады. Негізінде қосылып тұр, бірақ мында енді бұның тілін білетін мен қасымда үнемі Мөлдір ханым болушы еді. Иә, Мөлдір ханым. Құрметті қонақтар. Өзі де келді. Мен шыдай алмай ас үйге өзім жүгіріп келдім. Алуа, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіздер студиямызға. Рахмет. Ал, маған беріңіз. Бұның тілін не деген сиқыр бұл? Біз бір рет басып тұрсақ, ол жерде 2 рет басу керек. Қалжайдаларыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Бүгін қандай тағам дайындап жатырсыздар? Қытырлақ баклажан баялды. Менің сүйікті тағамдарымның бірі ғой. Әсіресе бұның дайындау тәсілін айтыңызшы, мынау қытырлақ крахмалдың ішіне салған кезде бір ерекше бір сезімде болады ғой. Иә. Ал қалай? Батыл қалай жүріп жатыр? Сіздердің батылдарыңыз бір достық батылға ұқсап тұр ғой. Иә, мен де солай ойлаймын. Енді Астанадағы аспаздарды бірге қасыма шақырып берсеңіздер, сразу бүйтіп тұрады. Онда мен былай жасайын. Алуа, сен Махаббат ханымның жағына өте қой. Бөлінеміз бе? Ал мен Төлеген мырза танысқаныма қуаныштымын, сізді жақтап тұрайын. Ал Махаббат ханым, сізден сұрауға бола ма? Енді ренжімеңіз, енді ол мен айтқан қағида емес, бүкіл әлем мойындаған ер адам әйел адамға қарағанда дәмдірек дайындайды дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Жаңа ғана өзінен сұрап өткен болатынмын. Махаббат ханым келіспейді онымен. Мәссаған. Сіз қалай ойлайсыз? Мен келсем. Келісемін? Махаббатпен дайындалған тағамның барлығы дәмді болады. Тамаша. Оны біздің көрермендер жақсы біледі, сізді де жақсы біледі. Енді Төлеген мырза бізге бірінші рет келіп тұрғаннан кейін қолдап тұрғаным ғой енді. Махаббат ханым, сізді сағынып қалдық. Қайда жүрсіз? Барлық эфирдің аралап шықтым десе қалай болады? Иә, енді осында. Ал Төлеген мырза, сіз білмейтін шығарсыз енді. Махаббат ханым, сіз білесіз, бізде тікелей эфир болғаннан кейін уақыт шектеулі. Ендеше батылдың атмосферасын берейік. Дәл қазір жылдамдатып жібермесек, біздің эфиріміздің уақыты таусылып қалады. Біздің майымыз... Иә, Махаббат ханым, біз қалып қалмайық, онда қуыра берейік, иә, мен сен көмектесейін. Біз жеңуіміз керек. Иә. Онда мен өзіме керегімді қуырып аламын десем қалай болады? Кішкене май қызбай тұр екен. Май қызбай тұр әлі. Сіздер батыл болғанда қалай ортақ тағам дайындап жатсыздар ма? Алуа? Иә, бірдей тағам дайындап жатырмыз. Қазір қайсы жылдам және дәмді әзірлейді, соңында дәмін көресіз. Тағамды 2 ыдысқа жинайды ғой, иә? Иә. Жақсы. Бірақ енді дәмін көресіз дегенде. Ол себепте бізде 2 плита болғанда күшті болушы еді. Бірінші мен, бірінші сен. Енді онда біз былай жасайық. Осы баялдының қуырғанын күтіп тұрмыз ғой енді. Бірақ кімдікі әдемірек шығады екен. Бәр жағынан батыл болсын, иә? Ендеше, Махаббат ханым, дегустатор мен қойып тұрмын ғой. Иә? Өте қуаныштымын дегустатор болғаным үшін. Екеуміз ғой. Иә, енді мен ұмытып қалған шығарым, Алуа енді біледі, дәмінің қандай екенін, не қосылған, несі артық, несі кем екен. Сол себепті, Алуа, сен маған көмектесесің қазір. Біздің майымыз енді ақырын қызады. Қалғанның бәрі дайын болса, онда
Біз қазір тек қана баялдыны қуырып көрейік. Иә, қуырып алуымыз керек. Қалғанның барлығы дайын. Енді студияның мүмкіншілігі осылай болып тұр ғой. Мүмкіндігі осындай енді. Біздің ас үйге келгендеріңізді көрсетеміз. Біз білеміз. Былай тұрып, лақтырып жіберіп, төлеген. Өртеген еді қой Махаббат ханым. Иә, ондай да есімде бар енді. Қарын бүрмені жарып тұрып, иә. Иісін бұрқыратып десеңізші. Иә, ол да болады. Алдағы уақытта. Кішкене андай бір қасына қосып жіберу керек еді бірдеңе. Иә. Екеуміз бүйтіп айтпадың маған кешеден бері? Мен де сол аяқ астынан келгем. Иә, жақсы. Ендеше біздің майымыз қызғанға дейін біз сәл ғана үзіліске шығып алайық, иә? Міне, қымбатты көрермен, арнамызға енді ғана қосылсаңыз, түсіндіре кетейік, біздің студияда батыл жүріп жатыр. Махаббат ханым мен Төлеген мырза қытырлақ баялдыдан салат әзірлеп жатыр. Мұнда біздің баялдымыз қызарып, әдемі болып қуырылып жатыр, иә? Екеуміз таласып тұруға болмай жатыр енді. Бірімізді тосып тұрмыз қазір енді. Қалай да болғанда бір ұрып жығу ба бірдеңе болып тұр менің әдісімші деп. Бірдеңе қап. Жақсысы бар шығар. Бірдеңе қап ұтып кету керек болып тұр да. Жеңісті қолдан бермеу керек болып тұр да. Төлеген мырза, енді менің көзім сіздің алқаларыңызға түсіп тұр. Ол қандай алқалар? Бүгін жарқырап тағып келіпсіз. Мен де тағып келеді ғой. Мына мені өткенде Анталияда қаласында әлем чемпионаты болды. Аспаз шеф-поварлардың арасында, бас аспаздардың арасында жарыс болды. Сол жарыстан Шешенстан елінің сол жердің шеф-поварлары берген болатын. Не тағам әзірледіңіз ол кезде? Ол кезде енді екі номинация болды. Біреуі балықтан, біреуі қой етінен жасалған тағам жасалды. Ал бергісі? Ал мынау Қазақстан бойынша бас жыл аспазы деген атақты берді. Енді сіз бас аспаз болып жүргеніңізге неше жыл болды? 10 жыл болды. 10 жыл болды. Мен енді батыл болғаннан кейін өзімнің жақтасымды, өзімнің аспазымды мақтап жатырмын енді. Махаббат ханым бізде айтайық та. Менде де бар еді ғой. Үйде білгенде тақ білесен. көріп Бірақ тұрған жоқсыз? Анталиядан алып келгенім жоқ еді негізінде. Қазақстан Республикасының бас аспаз деген номинация менде де бар негізінде. Білгенде тақып келетін едім. Енді алқаларға қарасақ, бүгін кім жеңетіні белгілі сияқты. Қалжың әрине. Біздің студияда осылай Кім жеңеді сол кісі кофе әпереді деп па, или шоколад әпереді деп бірдеңеге бір-бірімізді түсіріп қою керек еді негізі уәделес. сіз олай айтпасаңыз енді Төлеген мырза өзінің мырзалығын көрсетіп, жеңісті сізге беріп қоятын оған ұқсайды ғой. Енді біздің студиямызға осындай тамаша үйдің атмосферасын, үйдің асханасының атмосферасын беріп жатқандарыңызға рахмет айтамыз. Алуа, қымбатты көрермен, Алуа біздің таңғы ас айдарында Мишлен жұлдызы бар әлемдік халықаралық деңгейдегі аспаздармен бірге таңғы ас жасап жүрген біздің әріптесіміз бүгін мінекей бірінші рет тікелей эфирге шығып тұр. Сол себепті бірге қолдап қойыңыздар, қымбатты көрермен. Ал ары қарай, асханаға қарай бұрайық. Иә. Махаббат ханым, сізде не жаңалық бар, айтыңызшы. Қанша болды көрмеген сізді? Әзірге осы тірлікті жасап жүрмін. Ешқандай өзгеріс жоқ. Жалпы. Енді Таңшолпанға жиі келіп тұрамын деген ойдамын. Ал ендеше, Махаббат ханым, көрдіңіз ба? Сіздің азық түлігіңізді мұнда операторлар жайлап тасып жатыр. Жетпей қалмасын енді, қараңыз. Сонымен? Мына кісі сәл басқаша дайындап жатыр негізінде ше. Осы кісінің рецебін біліп алыңыздар, қыз келіншектер. Сәл енді андай алтын белгі Түркияға бар кейін. Сонау Түркия елінен алтынды алып келген жігіт қой енді. Махаббат ханым біліп отыр, ал біз білмей отырмыз. Не істеп жатсыз? Кинза жапырағын турап жатырмын, ұсақтап тураймыз. Неге ұсақтап? Өйткені соусына қосамыз, тұздығына. Тұздыққа қосатын жапырақ қой. Мінекей құрметті көрермен. Иә, біздің құрметті көрерменнің өзінің қойын дәптері бар. Таңғы асты көрген сайын түртіп отырады. Жазып отырады, иә. Соусыңыз кермек дәмді болсын, иісі сондай керемет болсын десеңіз, осылай Төлеген мырза сияқты, иә. Жапырақ қосыңыз соусқа. Міне, мұнда біздің баялдымызда қызарып пісіп жатыр мөлдір. Осылай үйде дайындасақ
қытырақ болып шықпайды ғой, бұның сыры неде? Айтыңызшы. Енді мен сырын мынау бағана алдағыдай айтып кеткендей, сіздерге енді оңай болу үшін дәл осыны қазір крахмалға аудардық қой біз. Крахмалдан бұрын сіз не бальзамический, не устричный соус деген болады бізде. Содан аздап қана араластырып, бірінші соған араластырып, одан кейін крахмалға араластырсаңыз, соны жасап көріңіздерші міндетті түрде. Ол енді ол кезде мүлдем басқаша қытырлақ болады. Ал енді Махаббат ханым, батылдың екінші туры басталды. Жинаймыз. Бізде бір-ақ минут уақыт бар. Ол қуыра бер, Алла сен қуыра бер. Мен сізге көмектесейін. Біз жеңуіміз керек. Ал жинаймыз, кеттік. Басталды. Төлеген мырза, сіз Мағанды қалдырыңыз енді мырза. басталды, таяқ жерге тасталды. Сонымен кішкене қытырлақ тауын өзіне алып алып негізінде. Это же честно. Мынау не деген тұздық? Ал, кинза жапырағы салынды. Махаббат ханым, сіз не істеп жатырсыз? Қандай тұздық? Айта өтіңіз, айта өтіңіз. Мінекей, менде дайын чили соусын қолданамын. Қылтатты, тұздық. Қылтатты. Ал мұнда фирмалық дейді ғой. Өзінің авторлық соусы. Менікі кішкене пайдалырақ. Егерде Біз кіше Төлеген мырза. Біздікі де көбінде пайдалы. Біздікі дәмдірек. Ал, біздікі дайын деп айтайын десем, тағы да ал, мен ұстап тұрам, көмектесем. Қорқпаңыз. Қане. Алға. Болды, менікі дайын. Біздікі дайын, әне. Менікі дайын. Мороженое сырымен кішкене қоспадым, өйткені қыздарға осындай салат ұнайды. Мынау диеталық салат. Біз жеңдік, әне, көрдіңіз бе? Мынау ең дәмді. Ал дәреген. Әлі ерте алуа. Дәмін көрем. Сен мынаның дәмін көр. Сізде енді мороженое сыр да бар, соус да бар, әртүрлі болып кетті. Но қыздар жейтін қыздарский салат болды. Мынау диеталық салат. Өйткені ішінде калориясы көп. Менде барлық жейді. Барлық Бала да жейді, қыз да жейді дейсіз ғой. Менікі қыздарский салат дене бітіміне кішкене мән беріп қалған қыздар үшін арналған салат. Сіз сол қыз жағын ойлайсыз, мен барлық жағын ойлайсың. Сіз тойып жүрсін деп ойлап Той жатсыз жүрсін. Дегустатордың қалай жегенін көріп көрсеткіңіз келмей ма? Оператор мырза? Мөлдір қалай екен? Өзінің қарны ашып кететін шығар. Өте дәмді. Ал сонымен достық жеңді ма, или мен жеңе салайын ба деп өз сұрап алады еді. Біздің операторымыздан сұрайық, иә? Әділ өту үшін біздің батылымыз, қане? Дәмін көрсетейік. Бірінші мынау Төлеген мырзаның дайындаған Баялды өте ыстық салаты. Айттым ғой, баялды өте ыстық. Мынау Махаббат ханымның дайындаған салаты. Мен сал жөрейін. Қане. Қалай екен? Ұнаған сияқты. Енді сіздер кішкене қызанақтан ғана бердіңіздер, ол айтылмайды Махаббат. Сіз диеталық дедіңіз ғой. Иә, қымбатты көрермен, бұл әрине таңғы көңіл күй болатын. Шынымен де енді бүгінгі таңғы аста, таңғы ас айдарында бізде Төлеген де емес, Қыз Жібек те емес, дос деген әнші қалжың. Достық жеңді. Бізде әдетте Таңшолпан бағдарламасында барлық көрермен біледі, достық жеңеді, бірлік жеңеді және мейірімді бір-біріне деген сыйластық жеңеді. Құтты болсын жеңістеріңіз. Әрине 20 миллион көрерменнің алдында осылай дайындап, тікелей эфирге шығып, тамақ ас әзірлеу оңай емес алла, иә? Сол себепті сіздерге келіп студиямызға осындай тамаша атмосфера сыйлағандарыңызға рахмет айтамыз. Иә, сіздерге студиямызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Қымбатты көрермен, келесі кезекте сіздерге әсем ән ұсынамыз. Самаурынмен шай ішіңіздер.